Мен Дәукен Мөлдір, Жамбыл облысы Меркі ауданы номер 28 жалпы білім беретін мектебінің 3-ші А сынып оқушысымын. Ұлы Абай атамыздың 175 жылдығына орай Абай атаның күз өлеңін оқып беремін. Күз, Абай Құнанбаев. Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан. Күз болып, дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін, тойғаныма, тоңғаныма. Жылқы ойнап, бие қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай. Жастар күлмес, жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Біреу малма сапсиды салып ен, салбыраңқы тартыпты жұрттық киім, енесіне ертіп шуда жібін. Жас қатындар жыртылған жамайды үйін. Қастырна қатарланып қайтса бермен, астында шомшы жүр ол бір керуен. Қай ауылда көрсең де жабыраңқы, күлкі ойын көрінбейді сейіл серуен.